Такси шақыртады. Ол көлікке отыра салысымен жүргізуші артқы көрініс айнасын оған қарай бұрады. Жүргізуші одан үйінде біреу күтіп отыр ма деп сұрайды. Әйел жауап беріп үлгергенше жүргізуші көліктің есіктерін кілттеп тастайды. Ол газды басып, айдалаға қараңғы әрі иен жолға қарай тартады. Жүргізуші әйелге былапыт сөздер айтып тиісе бастайды. Әйел сабыр сақтағансып, күйеуінің полиция қызметкері екенін айтады. Сол сәтте ол басын көтеріп, көлік ішінде ілулі тұрған алқаны көреді. Бұл алқа оның есіне сол күні таңертең жаңалықтардан көрген ақпаратты түсіреді. Онда бір такси жүргізушісінің бірнеше әйелді өлтіріп, әлі ұсталмай жүргені айтылған болатын. Үрейге бой алдырған әйел жүргізушінің бет әлпетін күдіктінің суретімен салыстыру үшін телефонын шығарады. Бірақ ең қажетті сәтте телефоны өшіп қалады. Жүргізуші айна арқылы оған сұқтана қарап жиіркенішті жымияды. Дәл осы сәтте олар қарсы алдынан келе жатқан көлікпен соқтығысуға шақ қалады. Әйел іштей дірілдеп тұрса да, сырттай сабырлы көрінуге тырысады. Ол абайлап жүргізушіден қаншер таксистер туралы естіген, естімеген сұрайды. Ол ештеңе демейді, тек еріннің шетімен қорқынышты жымия салады. Сол сәтте әйел өзінің үлкен қауіпте екенін түсінеді. Алдағы барбақшам қызылға жанып, көлік тоқтайды. Көліктің терезесіне бір қайыршы жақындайды. Әйел одан көмек сұрамақ болады, бірақ ер адамның қолындағы «Сен өлсін» деген жазуды көріп қалады. Ешқандай реакция күтпестен жүргізуші газды басып әрі қарай кетеді. Әйел жанталасып, артқы есіктің тұтқасын бар күшімен тартады. Бірақ есік ашылмайды. Жүргізуші радионы қосады. Ол жерде дәл сол қаншер таксист туралы жаңалықтар айтылып жатыр еді. Жүргізуші бұл жаңалықты ерекше құлшыныспен тыңдап, әндетіп қорқынышты қуыршақ сияқты бадырайған көздерімен сұсты қарап отырады. Әйел шыдамай қол шатырын алып, жүргізушінің басынан бар пәрменмен ұрады. Бір секундтан соң жүргізуші есінен танып, көлік жол жиегіне соғылады. Соққы әйелді алға қарай қатты лақтырып жібереді. Ол әрең дегенде орнынан тұрады. Дәл сол сәтте көшедегі алып экраннан соңғы жаңалықтар көрсетіліп жатыр еді. Онда тағы бір такси жүргізушісінің өлтірілгені және барлық құрбандардың қалың сақалды болғаны айтылады. Ең сұмдығы, барлық қылмыстарда қолданылған қару қолшатыр екен. Әйел бұл ақпаратты сезініп үлгергенше, оның алдына тағы бір такси келіп тоқтайды. Ол көлікке отырады да, ең бірінші болып жүргізушінің қасында қолшатыр бар жоғын тексереді. Бір әйел үйіне қайту үшін такси